Жердегі бар тағамнан ана сүтін әрлеген, бұл жалған да анамнан сүйікті адам бар мекен. Иә, ана тіршіліктің гүлі, отбасының берекесі, бүкіл адамзаттың тәрбиешісі, өмірдің бастауы. Әулетіміздің қазналы қарты, асыл анасы Нұралиева Бибіхатша Қадырқұл қызы да өзінің бар саналы ғұмырын ұрпағының баянды бақытына арнап, шаңырағымызға жылу сыйлап келе жатқан ардақты жан. Орта жүз қоңыраттың ішінде құйысқансыз руынан шыққан аяулы анамыз міне бүгін 70 жастың белесіне шығып отыр. Анамыз бұл жасқа жай жеткен жоқ. Өзгелер, өзінен кейінгілер үшін үлгі боларлық, тәлім аларлық, ғибратқа толы өмір баянымен жетті. Бибіхатша Нұралиева 1953 жылы Қарасу Қарашаның 10 жұлдызында соғыс ардагері Қадырқұл ата мен Маржанкүл ананың шаңырағында дүние есігін ашып, өзімен бірге Нұрала келді. Өйткені анамыз екі ұлдан кейін сағындырып жеткен қыздардың тұңғышы болды. Бала күнінен ата-ананың тәлімді тәрбиесін алып өсті. Нұрала атамызда өтес иманжанды, көзі ашық, көкірегі ояу жан болатын. Ұрпағына үнемі шариғат жолымен жүрсе, ақиқаттан айнымай, тура жолдан адаспай, екі дүниенің де шын бақытына бөленетінін айтып, құлақтарына құйып отыратын. Міне, осындай берекелі отбасында тәрбиеленген анамыздың мектепті жақсы оқымауы мүмкін де емес еді. Алғашқы әліппені Калинин атындағы бастауыш мектепте таныды. 4 жылдық білімді алған соң, Қазақ СССР 40 жылдық атындағы орта мектепке ауысты. Анамызға Дүйсенбай Егенов, Ережеп Бозымбетов, Қазақбай Досымбетов сынды өз заманының өте сауатты ұстаздары сабақ берді. Барлық пәнді 5-ке оқып, білім ордасын қызыл аттестатпен аяқтады. 1972 жылы Ташкент қаласындағы Халықтық шаруашылық институтының бухгалтер және экономист мамандығына оқуға түсіп, 1976 жылы үздіктер қатарында қызыл дипломмен бітіріп шығады. Қолына енді ғана дипломы тиген жас маман Жетісай совхозында экономист болып еңбек етті, тәжірибе жинақтады. Ал 1977 жылы әкеміз Ибадулламен отау құрды. Ананың ақ сүт арқылы бойға дарыған еңбекқорлық, тазалық, ибалық сынды қасиеттер енді ата-енесінің өнегелі тәрбиесі арқылы одан сайын толыға түсті. Қайын атасы Затулла Үмбетаев пен қайын енесі Нағима Жүргенбайқызы Бибіхатша анамызды өз баласынан кем көрмей, аталық қамқорлық, аналық мейірбандық танытты. Білмегенін үйретті, бөтен үйге тез сіңісіп кетуге көмектесті. Әулеттің екінші келіні болды. Ата-енесі өте пысық жандар болатын. Үйдің айналасында шөп тұрмаушы ет деп еске алады Бибіхатша анамыздың өзі. Таңғы 6-да тұрып, сәлемін салып, 3-4 сиырын сауып, сөт қатқаны шайын демдеп, келіндік міндетін адал атқарды. Ата-ененің қолында аттай 25 жыл қызмет етті. Абысы Нажынмен де тату болып, келіндеріне де үлгі бола білді. Сөйте жүріп, ерінің де бабын тапты. Өмірге 2 ұл, 2 қыза келді. Перзенттерінің бойына иманы, адами қасиеттерді сіңіріп, оқуға, білімге құштар етіп өсірді. Барлығы да Қазақстанның, шетелдің ең іргелі оқу орындарында жоғары білім алып, мына өмірден өздерінің лайықты орындарын тапты. Құрметті тойға жиылған көпшілік, сіздерге Сочиден жалынды сәлем. Бүгін біз Қадишаның 70 жасқа толған мерейтойын тойлап отырмыз. Қадиша, саған тек нағашың ретінде зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, сапалы ғұмыр кешуіңе тілек Алладан тілеймін. Сендер Ибадулла екеуің елімізге, халқымызға көптеген қызмет атқардыңдар. Ибадулланың қатардағы атқарушы биліктен, өндірістен, ұлттық ғылым академиясының академигі болғаны үлкен еңбек, үлкен ізденіс. Соған да сенің қосқан үлесің өте көп. Ал енді сендер біз нағашы ретінде өмір бақи
Кадыркул Жездем менен Маржанкул апамыздың өрбүгөн балдары, перзенттери бизди нагаш иретинде катты сыйлап жүрдү. Өмүр бакый нагашыларымыз деп құрмет тұтып жүрді. Біз оған ризамыз. Біз де, мен де сендердің сол Кадыркул ағам жездеміз бен Маржанкул апамыздан өрбүген барлық перзенттеріне зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Ал енді сендер Ибадулла екеуің бақытты, дәулетті өмір сүрдіңдер. Бақытты, дәулетті өмір сүрдіңдер. Барлық жақсылықтарды мен тілеймін. Ал енді бұл өмірде адам өз перзенттерімен бақытты. Сендер сол балдарды жақсылап тәрбиелеп, оқытып, қатардан қалдырмай, жақсы азамат етіп тәрбиеледіңдер. Өздеріңде Кадыркул Жездем мен Маржанкул апамнан тараған перзенттерінің бәрі мектепті үздік медальмен бітірген еді. Солардан дарыған балдарыңда жақсы жетістікке жетіп жатыр. Бұл ғұмырда қалған ғұмырыңды, Алланың берген ғұмырын сапалы, ұзақ ғұмыр, денсаулықпен өмір сүруіңе тілектестік білдіремін. Дендеріңізге саулық, бақытты ғұмыр тілеймін. Өсті өнді, ұлдары ұяға, қыздары қияға қонды. Жаны жайсаң, жақсы адамдармен құдандалы болды. Әрдайым елдің қамын күйттеп, ғылым жолында жанталасып, мақтаның жақтайына алаңдаушылық білдіріп жүретін Ибадулла әкеміздің де үсті басын, киімдерін мұнтаздай таза ұстап, қонақтарын қыбақшытпай қарсы алып, бала тәрбиесіне еш алаңдамай өз қызметін уайымсыз атқаруына мүмкіндік туғызды. Бір әттеген айы құрсағын жарып шыққан екінші перзенті бауыржанынан тым ерте айрылды. Ана үшін бұдан асқан ауыр соққы жоқ. Алайда жігері мықты Бибіхатшы анамыз қалған балаларының тәп-тәтті немерелерінің тіреуін тілеп, әлі күнге біздер үшін ақылдың нағыз қайнар көзіндей, сарқылмас мөлдір бұлағындай, даналықтың асыл кеніндей болып келеді. Анам осы әрдайым жан-жары біздің әкемізге қатты көңіл бөлетін, оны әрдайым биік ұстайтын. Бізге тек қазір әкеңе айтам, әкеңе бір телефон шалам десе біз қорқатынбыз. Онда әкеміз ұрыспайды, сонда да бір өзінің бір әкеміздің орнын биік көрсеткені болар. Әкемді всегда әрдайым сыйлаңдар дейді. Әкем жұмыстан келгенде аяқ киімін сүрткізіп, көйлектерін жуып, жағаларын үтіктетіп, соның бәрін кішкентайымыздан үйретті. Одан жаман болған жоқ біз. Әкемді әрдайым тағасы бұл, әкелерін сыйлаңдар деп әрдайым үйрететін бізге. Әкем үлкен қызметте болды, үйге әрдайым қонақтар көп келетін. Сонда әкемнің қасында жүрген жора жолдастарын бәрін қашан қай уақытта үйге келеді, қиналмай қас-қабағына қарап, өзде жарқын қабағымен қарсы алатын қонақтарды. Мен сонысына тәнті болатын едім. Бір ешқашан жоқ деп бір айтқан емес. Әкем не десе әрдайым қолдаушы еді. Анамыз туралы айтатын болсақ, біздің анамыз өте мейірбан, жан ашығыш, балажан, өте ақ көңіл кісі. Сосын ол кісінің мынандай огород егу, гүл баптау жағынан ол кісі енді өте гүл баптап, сондай шаруаларды жақсы көреді. Осы анамыздың арқасында қанша тәрбие алып, мектепті бітіріп, университетті бітіріп, анамыздың берген тәлімімен, тәрбиесімен өсіп өніп, бізде 43 жасқа келіп қалдық. Әкеміз қызмет істегесін басқа аудандарда, Шымкент қаласында сол жақта жұмыс істеді. Мен әжемнің қолында өстім. Сол кезде анамыз келіп тұратын.
қазір енді Құда қаласа 70 жасқа толып, анамызға ұзақ өмір тілейміз, 100 жасасын деп тілейміз. Өгілді шөгілді болсын, немере шөгелер, шөпшектер өсе берсін. Немере сүйді, енді шөпшек сүйсін. Не дейміз, жұмақ ананың аяғының астында дейді ғой, сол жұмақ бізге нәсіп ете берсін. Бүгін менің өмірдегі ең қымбат жанның туылған күні. Аяулы да ардақты анашым, сізді туылған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздей алтын жүректі анам барына, сіздей ананың қызы болғаныма мақтанамын. Келіп жеткен туылған күніңізде сізге Алладан тек зор денсаулық тілеймін. Әр қашанда осылай арамызда күліп ойнап, жайнап, жарқырап жүре беріңіз. Біз сізді жақсы көреміз. Анамыз тек жолдасының ғана емес, енесінің де ақ батасын алды. Марқұм енесі бақилық болардан 3 күн бұрын анамызды шақырып алып, өз ризашылығын беріп кетті. 3 күн жанында болып, қонып, ас-ауқатын әзірлеп, жуындырып, шашын өріп, нағыз ене мен келіннің арасындағы шынайы сүйіспеншіліктің жарқын үлгісін көрсетті. Міне, сол тәлім тәрбиені қазір өз ұрпағының бойына дарытып отыр. Немерелері де тек еліміздің ғана емес, алыс жақын шетелдің ең мықты жоғары оқу орындарында білім алып жүр. Қай-қайсысы да мақтан тұтуға тұрарлық, ел сүйсінерліктей. Ата-баба, ата-ана ізін салған сара жолын абыроймен жалғап келеді. Кенже қызы Айгерім мерейлі мерекеде анасына арнап құттықтау тілегін жолдады. Армысыздар, құрметті туысқандар, біздің отбасымыздың достары. Сіздерге Мәскеуден жалынды сәлем. Бүгін мен, аяулы анамыз, Нұралиева Бибіхатша Қадырқұлқызын мерейтоймен құттықтағым келіп тұр. Өмірдің ащысын да тұщысын да көрсеңіз, сіздің жұмсақ жүрегіңіз, мейіріміңіз бізді және бүкіл әлемді қазіргі күнге дейін махаббатпен баулап жүр. Мама, мен өзімді өте бағы бар адам деп санаймын. Себебі мен сіздің тәрбиеңізді алып өскен ата-әжесінің қызымын. Менің сізге деген алғысым шексіз. Себебі сіз менің кішкентай кезімнен еркелетіп, тәрбиелеп, дұрыс тәрбие беріп өсіргенсіз. Менің шашбауымды көтеріп, мені қолдап, қуаттап жүрген адам өзіңізсіз. Мен сізге екі дүниенің бақытын тілеймін. Немерелеріңіздің қызығын, шөберелеріңіздің бақытын, шөпшек көруді Аллам нәсіп етсін. Иә, 70 жас ақыл мен парасаттың, болмыс пен бітімнің кемеліне жетіп, әбден толығып толысқан шағы. Өмірде жоқшылықты да, тоқшылықты да көрген, бойына парасаттылық пен адамдықтың жақұтын сіңірген асыл анамыздың осы жасқа келгенде ұрпағына айтар өсиеті басқалар үшін де өмірлік азық болары анық. Дүниеге мастанба, толсан тасыма, жеңілсең жасыма деген. Мың бір хадиспен жүрген адам ешқашан ардаспай, балам деп атам айтқан сөз мінерімде тұрды. Обалды біл, сауапты біл, кішіпейіл бол, үлкенге құрмет қыл, кішіге ізет қыл, жетім көрсең басынан сипа, жетім көрсең жетеле деген. Өнегелі семья болу үшін ерінді ердей сыйлауың керек. Ердің алдына түсіп сөйлемеу керек. Оның сөзін бұзбау керек. Осынау мерейлі де мерекелі сәтте аяулы анамызға мықты денсаулық, қажымас қайрат тілейміз. Немереден шөбере сүйіп, шөпшектің қолынан май жалар Ақүрпек ана болуға шын жүректен тілектеспіз. Мерей тойыңыз құтты болсын, асыл ана. Ибадолла Айгерімнің анасы Қадырқұл қызы Хадишаға арнап жазған өлеңі. Анама, мамам мені туғанымнан өсірген, еркелетіп, аялаған, жеткізген. Мама, қандай сұлу келбетің, бір қолыңмен ол әлемді тербеттің. Әйелдердің арасында ең сыйлы Хадиша, ол пайғамбардың жұбайы. Жетісайдың шефинясы қадірлі Хадиша, ол Ибекеңнің жанжары.
Қиындықты кешіп өттің басыңнан, сондықтан да ширақ болдың жасыңнан. Мамам менің ең ақылды сабырлы, барлығына ана болған 8 қырлы. Балдарыңның еркелігін көтерген, кешірімді мінезіңнен айналдым. Гүлмен түскен суретіңді көргеннен, мен қуандым, марқайдым. Алтын анам, жарқыраңыз, күліп ойнап жүріңіз, бір Алланың назарында болыңыз. Сіз барда біз жұлдыздай жанамыз да, асылана, 100 жаса арамызда. Бойдағы барын берген, ақ сүтін нәрін берген, бақыттың бәрін берген, аяулана. Үлгі қояды алдығын, қуансын анам бүгін, қымбат қой амандығын, аяулана. Қымбат қой амандығын, аяулана.